Сәлем достар, бүгін сіздермен қымыздың адам денсаулығына пайдасы және оның қасиеттері туралы ақпаратпен бөлісеміз. Сіздерден подписка лайк, бізден ақпарат. Қымыздың қасиеттері мен пайдасы. Жылқы сусыны қымыз жай ғана сусын түрі емес, емдеу мақсатында қолданылатын өнім. Қазіргінің тілімен айтсақ, бұрынғының энергетик сусыны ел арасында қымызды көңіл сергіту үшін, денсаулықты қалпына келтіріп, ұзақ жасау үшін пайдаланылған. Халық емшілері қымызды адамның ішкі органдарын емдейтін айрықша дәрі деп санаған. Айталық асқазан тыныс жолдары ішек ауруларының алдын алған. Қымызды тек қазақтар ғана ішпейді. Қымызды көршілес қырғыз, түркілес, татар, башқұрт елдерімен емдік сипатына тұтынады. Қымыздың құрамындағы барлық элементтер адамның бойына тез тарайды. Жылқы сүтінің майлығы тіл үйірер, ақуызы сіңімді қымызды қазақтар ет жегеннен кейін ауыр асты қорыту үшін ішкен. Яғни қымыз құрамындағы көмір қышқылы тәбетті басып, асқазан жұмысын жеңілдетеді. Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтінен салыстырғанда 10 есе көп. Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады, құрт ауруларының алдын алады, ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы. Салданудың алдын алады, жаңа босанған келіншектің сүтін майлайтын нәрлі етеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан зор. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады, іш қатудың алдын алады. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш-қуатын арттырады, бүйрек пен бауырды қанықтандырады, қан тамырларын тазалайды, буын аурулары мен сүйектің қысауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сары ауру, гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жара, гастрит сияқты аурулардың алдын алады, немесе жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымызды безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге ұсыныс жасайды. Қымызбен емделгенде қан құрамындағы гемоглобин эритроцит көбейеді, тамырдың соғуы жиілеп, қан айналымы жылдамдайды, қан тамыры жұмысы мен жүрек соғысы жақсарады. Кез келген сүттегі ең бағалы зат ақуыз. Бие сүтінде ол 1,8%-дан 2%-ға дейін бар. Қымызда шамамен 1,3%-дан 2%-ға дейін май бар. Бұл сиыр сүтіндегіден 2 есе кем. Денсаулықтарыңыз мықты дей отырып, сіздермен ақпарат бөліскен Адам Тағам каналы. Каналымызға жазылып, лайк басып, колокольчик басып отырыңыздар.